Сәлем достар, сіздермен Алима. Кешкі асқа өте жеңіл әрі тойымды тағам жасайтын боламыз. Тауықтың төс етінен и картошкамен. Тауықтың төс етінен жасайтын боламыз. Мен бір пачка тауықтың төс етінен жасайтын боламын. Тауықтың төс етін осындай бір бөлігін 3-ке бөліп аламын. Қаласаңыздар 4-ке бөлуге болады, жұқалау болады ол. Мен жұқа болғанын ұнатпаймын, сол себептен осындай үлкенірек көлемде бөлетін боламын. Бөліп алған еттеріміздің үстіне осындай салафан жабатын боламыз. Менікі пищевая пленка, қаласаңыздар кез келген салафан жабуға болады. Бұл біздің етімізді қазір ұрғалаған кезде етіміздің еттері жан-жаққа шашырамас үшін осылай бетіне салафан жабатын боламыз. Етіміздің екі жағын жақсылап ұрып, етімізді жұмсартып аламыз. Еттеріміздің барлығын жақсылап ұрғылап, еттерімізді жұмсартып алдық. Енді тұздайтын боламыз. Менде тұз бен бұрыш қана, қаласаңыздар паприка, басқа да дәмдеуіштер қосуға болады. Менде балаларым жейтін болғандықтан мен көп дәмдеуіш салмайтын боламын. Балаларым ондайды ұнатпайды. Жақсылап жағамыз қолымыздың көмегімен. Мен видеода жасағанда жақсылап екі жағын қолымыздың көмегімен уғалап, тұзымызды, бұрышымызды етімізге сіңдіреміз. Етіміздің үстіне салатын салма дайындаймыз. Ол бізде картошка болады. Картошкамызды терканың көмегімен өткізіп аламыз. Одан кейін помидорымызды 4 бұрышты қылып турап аламыз. Ал кабачкиімізді домалақ қылып турап аламыз. Кабачки қоспай қойсаңыздар да болады. Ол қалауларыңызбен. Мен өзім жақсы көргендіктен кабачки салатын боламын бетіне. И 2 дана чеснокты теркадан өткізіп салдым. Кабачкимді видеода көріп тұрғандарыңыздай қабығын аршып алдым. Араластыруға ыңғайлы болатындай бір ыдысқа теркадан өткізіп алған картошкамызды, помидорымызды салып, тұз бұрышымызды салып, дәмін келтіреміз. Содан кейін барып бір қасық майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Еттеріміздің үстіне салмамызды салып шығамыз. Салмаларымыздың үстіне кабачкидің 2 данасынан қойып шығамыз. Қызып тұрған 220 градустағы пеште 40 минут пісіреміз. 40 минуттан кейін аламыз. Сырды теркадан өткізіп қойдым. Сырларымызды еттеріміздің үстінен салып, 5-6 минутқа пешке тағы да салып аламыз. Сырымыз ерігенде біздің тамағымыз дайын. Міне қыздар, 45 минутта біздің тағамыз дайын болды. Өте дәмді болады. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер сіздерге менің рецептім ұнаса, маған тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбек қызы. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.